Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге екі ақ заттан дайындалатын балмұздақтың түрін көрсеткелі жатырмын. Кез келген жеміс түрін пайдалануға болады. Құлпынай, қарбыз, немесе басқа да жидектерді пайдалансаңыздар болады. Менде осындай банан болған екен үйде, сол үшін мен бананды пайдалана салдым. Бананды тазалап, сыртын қабығынан ажыратып, ішіндегі жемісін турап аламыз. Өте оңай, 1-ақ минутта, 2-ақ минутта дайындалады. Бәрін кесіп болғаннан соң, блендердің осындай ыдысына салып, барлығын салып аламыз. Барлығын түгел салып алғаннан кейін үстіне осындай қойылтылған сүт, яғни сгущенканы мөлшерінше, керегінше құйып аламыз. Жақсылап блендердан езіп, екеуі бір массаға айналғанға дейін езіп алуымыз керек. Масса дайын болғаннан кейін оны осындай ыдысқа құйып қойсаңыз болады, немесе басқа ыдысқа салсаңыз да болады. Мен осындай пластик ыдысқа құйып алдым. Одан кейін қақпағын жауып, біз оны тоңазытқышқа, яғни морозильникке қойып қоятын боламыз. Кемі 2-3 сағат тұру керек. Міне біздің балмұздағымыз дайын болды. Өте дәмді, тура дүкендегідей болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.